Армысыздар ардақты ағайын, әдебиет пен мәдениетті жаны сүйген құрметті қауым. Ленинградтық өрелім, қазақтың жыралығы Жамбыл бабамыздың 175 жылдық мерейтойына арналған кезекті іс-шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Жамбыл бір ғасыр бойы елімен мұңдасып, халқымен сырласып, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап өткен қайраткер Нартұлға жырау ақынымыздың бірі. Жамбылдың жырлары жүректен жүректерге от беріп, майдан даласында да сарбаздарға рух беріп, сарбаздардың рухын көтеріп, намысын ағалмастай жанығаны айдан анық. Жамбыл қазақ айтысында да өзіндік қолтаңбасымен, ерекшелігімен танылған. Жас кезінде Айгүміспен айтысы, кейінірек Құлманбетпен айтысы, Жамбылдың атар даңқы тек қана қазақ халқын емес, қырғыз-қазақ арасына кеңінен тараған белгілі бірегей тұлға. Кешегі Сүйінбай Арынұлының белді шәкірті. Жамбыл Жабаевтың биылғы жылында оқырмандарды осы Жамбыл туралы оқуға, Жамбыл туралы білуге, талпынуға шақырамын. Жамбыл батырлықты дәріптейтін Сұраншы Саурық туралы, Өтеген батырлар туралы жыр дастандарын жазған керемет ірі ақынымыз. Келесі кезекте Жамбылдың жас кезінде шығарған өзінің бұрынға деген бір өлеңін оқып берейін, қабыл алыңыздар. Сен лашым болғанда мен ақсұңқар, бір көріп дидарыңа болдым іңкәр, көркіңді көрген адам таңғалғандай, шыққандай жүзден жүйрік мұңнан тұлпар. Жасымнан жақсыларды жағаладым, Алатау, Қаратауды араладым, қай тұсқа тіресем де аттың басын, өзіңнен басқа сұлу таба алмадым. Жарқ еткен оқтай ұшқыр бота көзің, балқытар қорғасындай айтқан сөзің. Сыртыңнан атыңды естіп жүруші едім, жел аударған қаңбақтай келді-ау кезің. Айырылдым ай жарықта бұрымымнан, азаптың кім құтылған құрығынан. Жастықтың желігімен жүргенімде, келмейтін сырдың суы жұлығымнан. Есімнен еш кетпейді қайран бұрын, мүшелі байланбаған ол бір құлын. Қайтесің өткеннен де еске салып, Гүлжан-ау, саған мәлім менің сырым деп, өзінің ғашықтық жырларында осылай жүректерден жүректерге жеткізген ұлы ақынымыз Жамбыл Жабаевтың биыл 175 жылдық мерейтойы. Бұл мерейтойды халықтық деңгейде, республика мемлекеттік көлемінде атап өтіп жатыр. Демек, орынды деп те ойлаймыз. Жамбыл бір ғасырдың куәсі, бір ғасырдан бір ғасыр бойы қазақ халқының мұңын мұңдап, жоғын жоқтап өткен ірі тұлғамыз. Ірі тұлғамыз Жамбыл Жабаев өзі айтады, Жамбыл деген жай атым, халық деген шын атым деп. Сондықтан халықпен синонимдес болып кеткен Жамбыл есімін ешқашан ұмытпайық, ұрпақтан ұрпақтарға ұлықтайық. Назарларыңызға рахмет. Біздің де бүгінгі ғасырдың Жамбылдары аман есен болып жырлай берсін. Сау болыңыздар.